Қайырлы күн, құрметті көрермен. Университет білім беру саласындағы жетекші оқу орындарының бірі ретінде күн сайын дамып, жаңа жетістіктерге жетуде. Оқу ордамыздың тынысы білім мен ғылымдағы жаңалықтарға, студенттердің табыстары мен тың бастамаларына толы. Назарларыңызға Қозыбаев университетінің апталық парасат ақпараттық танымдық бағдарламасын ұсынамыз. жылдың 18 мамырында Қозыбаев университетінде функционалдық геномика және биоинформатика мектебінің ашылу салтанаты өтті. Бұл мектеп екінші жыл қатарынан жас зерттеушілерге заманауи геномдық деректермен жұмыс істеуге және геномдарды секвенцирлеуге платформаларына тәжірибе жинауға мүмкіндік беріп отыр. Биылғы жоба Arizona Genomics Institute және Ислам азық-түлік қауіпсіздігі ұйымымен бірлесіп ұйымдастырылды. Қазіргі таңда геномика және биоинформатика ғылымы ауыл шаруашылығын дамытуда маңызды рөл атқарады. Заманауи генетикалық зерттеулер климаттық өзгерістерге төзімді әрі өнімділігі жоғары дақыл түрлерін шығаруға мүмкіндік береді. Қозыбаев университетінде ұйымдастырылған бұл мемлекеттік орталық Азиядағы жас зерттеушілер үшін үлкен тәжірибе алаңы болады деп сенемін. Мұндай халықаралық жобалар ғылым мен білімнің дамуына жаңа мүмкіндіктер ашады. Бағдарлама барысында қатысушылар тек теориялық білім алып қана қоймай, геномдарды секвенцирлеу және биоинформатикалық талдау бойынша практикалық дағдыларды меңгереді. 5 күнге жоспарланған курс барысында қатысушылар биоинформатика негіздері, бактериялық және эукариоттық геномдарды жинақтау мен аннотациялау, геномдық браузерлерді жұмыс істеу секілді бағыттарды меңгереді. Бағдарлама аясында ерекше назар еліміз үшін стратегиялық маңызы бар бидай мен күріш дақылдарын зерттеуге аударылған. Меня зовут Шахло Атабаев, программный менеджер. Менің аты жөнім Антабаева Шахло. Мен штаб-пәтері Астана қаласында орналасқан исламдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ұйымының бағдарламалық менеджерімін. Бүгін мен күріш пен бидайды дамытуға арналған ЮБА бағдарламасы аясында стратегиялық дақылдарды дамыту бағдарламасын таныстырып отырмын. Қазіргі таңда агроқұзырет орталығының ынтымақтастық бағытындағы серіктестіктің және геномика академиясының бастамасының арқасында біз Азербайжан, Өзбекистан, Тәжікстан және де Қырғызстан секілді ислам ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің өкілдерін шақыру мүмкіндігіне ие болып отырмыз. Бұл жағдай ерекше маңызға ие, себебі стратегиялық өнімдер бағдарламасы аясында жұмыс барысында біз Қазақстанда қазірдің өзінде енгізіліп жатқан тәжірибені бағалап, оны тікелей тәжірибелік деңгейде қолдану мүмкіндігіне иеміз. Сонымен қатар осы бастаманы тек Қазақстан аумағында ғана емес, халықаралық деңгейде де кеңейту мақсаты көзделіп отыр. Мектепте әлемге танымал ғалымдар дәріс оқиды. Атап айтқанда, Аризона университетінің профессоры Род Винг және профессор Андрея Дзуколы қатысуда. Сонымен қатар Сауд Арабиясы, Ұлыбритания және ақш елдерінің халықаралық сарапшылар онлайн форматта лекциялар өткізеді. Жобаға Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Сауд Арабиясынан 14 зерттеуші қатысуда. Мұндай деңгейдегі мектеп Қазақстанда ғана емес, орталық Азияда алғаш рет өткізіліп отыр. С 2022 года функционалдық геномика және биоинформатика мектебі 2022 жылдан бастап жүзеге асырыла бастаған маңызды ғылыми білім беру бастамаларының бірі болып табылады. Осы уақыт ішінде жоба өз дамуын жалғастырып, халықаралық деңгейдегі серіктестіктер арқылы жас зерттеушілер үшін тұрақты оқу және тәжірибе алаңына айналды. 2022 жылдан бері бұл мектептің басты мақсаты студенттер мен жас ғалымдарға заманауи геномдық технологияларды меңгеруге мүмкіндік беру және оларды әлемдік ғылыми қауымдастыққа жақындату болып табылады. Бағдарлама жыл сайын жетілдіріліп, жаңа ғылыми бағыттармен және практикалық модульдермен толықтырып келеді. Сонымен қатар бұл мұндай жобалардың Қазақстандағы ғылым мен білім сапасын арттыруда ерекше рөл атқаратынын атап өтті. Геномика мен биоинформатика салалары ауыл шаруашылығының дамуы, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жаһандық экологиялық мәселелерді шешу үшін стратегиялық маңызға ие. Алдағы уақытта да университет халықаралық әріптестікті кеңейтіп, осындай ғылыми мектептерді дамыту арқылы жас зерттеушілерге жаңа мүмкіндіктерді ашуда жалғастыратынын жеткізді.
Геномика мен биоинформатика қазіргі таңда ауыл шаруашылығының дамуы, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және климаттық өзгерістерге бейімделген жаңа дақыл түрлерін шығару үшін маңызды ғылыми бағыттардың бірі болып саналады. Манаш Қозыбаев университетінің құрметті профессоры, журналист, жазушы, қоғам қайраткері Жарасбай Қабдуллалы Сүлейменов бүгінгі біздің сырлы сұхбат айдарының құрметті қонағы. Жарасбай Қабдуллалы, бүгін біздің студиямызға келгеніңіз үшін алғыс білдіремін. Енді бірінші сұрағымды қоя кетсем, сіз басқа мамандық иесі бола тұра, журналистика сіздің талабыңыз бен талантыңызды жоғары бағалап, өзіне қаратып алған білеміз. Өз өміріңізді осы мамандықпен сабақтастырғаныңызға өкініш бар ма? Енді мамандықтың бәрі қадірлі, бәрі қымбат, бәрі керек. Өмірде де, елімізге де, сол әрбір адамға жақсы маман атану ол бір үлкен арман мақсат қой. Енді бірақ журналистика мен таңдаған жоқ. Бұл айтқанда мен өзім журналистиканы таңдаған сияқтымын. Өйткені мен сол 6-шы сыныпты оқып жүргеннен қолыма қалам алып, алғашқы тырнақалды хабарларымды жаза бастадым. Тіпті ол кезде мен журналистика саласы бар екен, сондай мамандық бар екен, газет, басқа да бұқаралық ақпарат құралдары сол күнбе-күн хабар таратып жатқанда немен айналысып жатқанын білген емеспін. Әйтеуір бір ара-тұра сол өзімді бір қажеттілік осындай қадамға итермелеп, сол хабарлар жазып, өлең жазып, әңгіме жазам ба деген сондай бір талпыныстармен жүрдім. Әрине мен енді негізінде мен дәрігерде болып кетуім мүмкін еді. Малшы болып ауылда сол қалып, ауыл шаруашылығымен айналысатындай сондай жағдай болған. Бірақ орта мектепті бітіргеннен кейін мен ұстаз болғым келді. Енді тағдыр осылай ғой. Бірақ солардың бәрі кейін сол журналистикаға өзінің орнын беріп, мен осы салада еңбек етіп келе жатырмын. Енді ешқандай өкінішім жоқ. Өйткені бұл журналистика деген ерекше бір әлем. Мен өзім шәкірттеріме, ұжымыма, басқа да араласқан адамдардың бәріне үнемі айтып жүрем. Журналистика мамандығы бұл барлық мамандықтан жоғары тұрған мамандық. Оған кейбіреулер енді көңілін алып қалуы да мүмкін, әркім өз мамандығын сүйеді ғой. Бірақ журналистикаға сондай, ол мен журналистиканың шашбауын көтерейін деп айтпаймын ондайды. Ол журналистиканың жауапкершілігін жеткізгім келеді солай. Журналист болу үшін барлық мамандықтың хабары болу керек. Өйткені сіз біреуден сұхбат аласыз, дәрігердің алдына барасыз, үлкен ғалымның алдына барасыз. Сондай кезде сіз жақсы бір жанды әңгіме туғызу үшін сол адамның өмірбаянымен, жүріп өткен жолымен, мамандығынан хабардар болып, әңгімені соған құрсаңыз, онда сіз өз мақсатыңызға жетесіз. Сондықтан мен журналистика маған талай тамаша адамдармен, ірі тұлғалармен кездесуге, сұхбаттасуға, араласуға мүмкіндік берді. Мен енді солармен тіпті араласып жүріп, өзім солардың бір жақсы қасиеттерін бойыма сіңірдім десем, артық айтқандық болмайды. Журналистиканың маған бергені өте көп. Ал жалпы журналист қызығы мен қиындығы қатар жүретін мамандық. Осы кәсіптің тізгінінен ұстай жүріп, өңірге ғана емес, елге танымал болдыңыз. Журналистік қызметте есте қалған ерекше бір сәттерді өз аузыңыздан естісек. Енді мен өзімнің журналистік ғұмырымда осы барлық бұқаралық ақпарат құралдарында істедім десем болады. Еңбек жолымда газетте бастадым. Одан кейін осы қара шаңырақта, радиода, теледидарда, осы ұжымда қызмет істедім. Азаттық радиосында, Қазақ радиосының меншік тілшісі болдым. Егемен Қазақстан газетінде 2 жыл қызмет істедім. Әрине, осындай жолдан өткен адамның
өмірінде журналистік қызметінде ұмытылмайтын сәттер көп болады. Қазір енді оның бәрін бұлай жіп кеткізгендей қылып айтып жата алмаймын. Бірақ менің есімнен кетпейтін бір кездесулер сол әлі күнге жүрегім тербейді. Соны мен кейде өзім ойға алып, сол күндерді кәдімгідей көз алдыма елестетемін. Мысалы, үлкен тұлғалармен кездесіп, солардың әңгімелерін тыңдап. Соның ішінде ерекше бір айтатыным, Жабайқан Әбділда деген қазақ философиясының әкесі десек те болады. Үлкен ғалым ағамыз бар. Қазір енді жасы 90-ға жақындап келе жатыр. Сол кісімен мен көп араластым, көп әңгімелестім. Сол кісі сол екеуміз кітап та жаздық, сұхбат кітап. 2 кітап шығардық. Абайдың мына толық адам деген несі бар ғой, идеясы. Соған нақ-нақ келетін тұлға сол кісі. Мені ерекше баурады. Сол сияқты Әбіш Кекілбаевпен кезінде кездесіп сұхбат алғаным жиі есім оралады. Басқа да көптеген тұлғалар бар. Әрине журналистік қызметте оның бәрін еске ала берсең ұмытылмайтын қызықты оқиғалар да өте көп қой. Жарты ғасырдан астам қолыңыздан қаламыңыз түспей келеді. Журналист, жазушы, қоғам қайраткері ретінде ұстанған принциптеріңізбен бөліссеңіз? Енді принцип дегенде мен ойлаймын, менің ең басты бір өзімнің ұстанымым ол адалдық. Өзіңнің отбасыңа, әке-шешеңе, туған ауылыңа, еңбек ұжымына, сол өзің таңдаған мамандыққа адал болу. Мен енді осы жолда сол ұстанымды сақтандым. Сол арқылы талай енді бұлай биіктерді бағындырдым деп айта аламын. Мен енді кейде өзімнің өткен өмірім туралы айтып отқанда бір жағдайларды мысал ретінде келтірем. Бірақ енді оны көрермен де сіздер де дұрыс қабылдауларыңыз керек. Мен мақтаныш үшін айтпаймын еш нәрсені. Мен өзімнің басымнан өткен жағдайды сол біреуге сабақ болар, біреуге ой салар деп қана айтамын. Әйтпесе кейбіреу ойлауы мүмкін, мына кісі бөсіп, қайдағы жоқ, бір мақтанып отыр деп. Ондай менде мінез жоқ, қасиет те жоқ. Оны айтайын деп отырғаным, еңбек жолында мен ауылда қарапайым малшы болып бастадым, шопан болып. Содан кейін ірі қара бақтым. Сол бір жылдың ішінде мен көзге түсіп, облыстық слеттің делегаты болдым. Аудан бойынша жас мал өсірушілердің арасында жеңімпаз атандым. Одан кейін әскери қатарына барғанда, менің суретім 1,5 жыл, ол кезде 2 жыл қызмет атқарады, сол бөлімнің құрмет тақтасында тұрды. Бұның бәрін мен енді кездейсоқтық дей алмаймын, өйткені бұл менің әке-шешемнің, сол мектебімнің, ұстаздарымның берген тәрбиесі, солардың ақыл кеңесі. Адал бол, не істесең де адал істе. Осы жолда сонда сен жақсы адам боласың, жақсы азамат боласың, еліңе пайдаң көп тиеді деген сияқты әңгімелер жиі айтылатын. Ол кезде соның бәрін жүрекке түйіп өстік те, соның игілігін көрдік. Мен сол үшін өзімнің сол менің тәрбиеме, менің тәрбиелеген адамдарға өмір бойы қарыздармын. Еменнің ер бұтағы, сөнбейтін шырақ, дала бесік атты кітаптарыңыз өз оқырмандарын тапты. Сондай-ақ көмескі із атты хикаят пен әңгімелер жинағында қаламгерлік қолтаңбаңыз ерекше. Шытырман оқиғалар жанры сізді несімен қызықтырады? Мен енді өзім негізінен мына ауыл тұрмысы, ауыл адамдары туралы жазған жақсы көремін. Бірақ жас кезімде біз ол кезде кітапты, газет, журналды көп оқыдық. Іздеп жүріп оқитынбыз. Қызмет істеп жүрген кезде де біз осы газет, журналдарды орталықта шығатын, осы жерде шығатын, соның қалт жібермей бәрін оқып жүретінбіз. Сол біздің ауылда шағын кітапхана болды. Сол кітапханада енді азғантай ол кездегі тұрмыс өмір берді ғой. Менің қолыма бірде сол Кемел Тоқаев деген жазушының кітаптары түсті. Соны енді оқып қарап отырсам, шытырман оқиғаларға құрады екен бүкіл әңгімелерін.
енді ол адамды баурайды ғой, адамды кәдімгідей тартымды, шытырман оқиға, анау оқиға қалай өрбиді, қалай болады, соның қалай шешілер екен бұл мәселе деген сияқты. Сосын сол кісінің кітаптарын мен көп оқитын болдым. Негізінде соны өзім ойлаймын, соның әсері болған шығар, сосын өзім бердім қызметкер аласып, сол кәдімгідей қолым бұлай жазуға бейімделіп, ойымда соған кәдімгі бір жағдайлар болған кезде мен сол әңгіме жазуға талпына бастадым. Сонда осы жанрды таңдадым. Бұл бір кітап шығардым, жуырда тағы бір кітап енді шығады. Онда да соңғы кезде жазған шытырман оқиғалы сол әңгімелер, басқа да хикаяттар енген сол. Енді мен оны Кемел Тоқаевты айтып отырғаным, баласы президент болғасын айтып отқан жоқпын. Ол шыны солай енді. Арагідік қаламгерлердің шығармашылығында дағдарыс болу заңдылық. Сондай кезде шабытты қайдан іздейсіз? Шабыт дегенде енді ол адам үнемі шабыттанып тұрмайды ғой. Ол бәрі еңбек. Ол мысалы бір шаршайтын кездер болады. Жазудан да, басқадан да сол кейде ойлайсың осы. Ештеңе жазғың келмейді, көңіл күйіңде болмайды. Оның үстіне енді мен өмір бойы мына кәдімгі өндірісте жұмыс істеген адаммын ғой. Қол үзбей осы шығармашылық жұмыспен айналысқаннан кейін, кәдімгідей мойнымда міндет болғаннан кейін мен әңгіме, басқа да бір жанрларға кәдімгідей көп уақыт бөле алмадым, шыны сол. Бірақ мен өзім алдыма қойған мақсатымды қайткенде де орындауға тырысып жүрем. Бір мәселені айтсам, жазам деп, соны аяқсыз қалтырмаймын. Оған ешқандай маған шабыттың да керек жоқ. Өзімнің кәдімгі бір дағдыма енген. Жазуым керек, осыны бітіруім керек. Сосын ол көп нәрселер кейде бір сәтте туа бермейді ғой. Ол өзіңізді енді жаңа бастап осы салаға келіп аштыңыз, білесіз, жазу деген қиын. Осы болмысыммен, мінез құлқыммен маған шабыттанып ол жазам деп айта алмаймын. Бірақ сол өзім алдыма қойған мақсатыма жетуге тырысамын. Қайраткерлік қасиетіңіз бір төбе әңгіме. Талайға қолдау көрсетіп, қамқорлық жасап жүретін қасиетіңізді көпшілік біледі. Қоғамдық мәселелерге араласу журналистік дағды ма, әлде азаматтық борыш па? Екеуі де бар деп айтуға болады. Өйткені журналист ол қайраткер болуға міндетті. Белсенді болуға, өмірде болып жатқан түрлі құбылыстарға басқа адамның көзімен қарауға, сын көзбен қарауға міндетті. Сондықтан енді ол менің бойыма жүре біткен қасиет шығар. Өйткені сол журналист болғаннан кейін кәдімгідей кейде көп нәрсеге көңілің толмай тұрады. Көп нәрседен хабарың бар, оқисың, ізденесің. Сондықтан кейбір адамдар енді жасыратын жоқ, өздерінің ғана мәселесімен айналысады да басқа мәселелерге бұрыла қоймайды ғой. Ал журналист болғаннан кейін ондай бір өзекті мәселелерді, ел тағдырына, басқа жағдайларға қатысты мәселелерді орап өтуге болмайды. Сондықтан ол қайраткерлік сонымен ұштасады. Ал енді мен де өзім сол осы салада еңбек етіп жүргеннен кейін сондай мәселелермен көп айналыстым. Саясатпен де айналыстым, басқа да мәселелермен. Содан кейде бір зардап шеккен кезімізде болды. Сын айтасың, кемшілік болса сынайсың. Оны айтқан екінің біріне оңай бермейді, сондай жағдайлар. Бірақ журналист менің ұғымымда ол белсенді болу керек, ол күрескер болу керек, ол шыншыл болу керек, адал болу керек. Сонда ол журналист, жақсы журналист болады. Елін сүйген азамат тәрбиелеуде сіздің басты ұстанымыңыз бүгінгі жастардың дүние танымы мен көзқарасына қандай ерекшеліктерді көресіз? Оларға айтар ақыл кеңесіңіз қандай? Енді бұл өте бір өзекті мәселе. Бүгінгі жастар дегенде біздің мемлекетіміздің басшысы да өзі күн сайын дерлік айтып жүр ғой, болашақ жастардікі, ертең осы елді басқаратын солар деп. Мен де солай ойлаймын.
Бірақ енді оған кәдімгідей дайындық керек. Ел басқару үшін, елдегі бүкіл жұмысты жүргізу үшін, тіпті мына Қазақстанды, тәуелсіз Қазақстанды сақтау үшін, соны ары қарай дамыту үшін үлкен дайындық керек. Еңбек керек, білім керек жастарға. Енді бұл орайда қыруар жұмыстар атқарылып жатыр. Мен оның бәрін түсінемін. Бірақ біздің мені алаңдататын бір жағдай, бүгінгі жастарымыздың негізгі дүние, ой танымы, көзқарасы өмірге деген өзгеше болып кетті. Жақсы жағына қарай болса, мен оған қуанар едім. Жақсы жағына қарай емес, рас, алғыр, білімді, кәдімгі жеңімпаз жастар бар, оны жоққа шығармын. Ал бірақ енді негізінен алғанда жастарымыз біздің қазір соларды ойлағанда мен кәдімгідей бір алаңдаймын. Жастар, бірақ мәселені айтайын, басқасын тізбелемей, жастар қазір оқымайды. Кітап оқымайды, газет оқымайды. Қазір көпшілігі солағы телефонға телміріп отырады. Сосын ол телефондағы әңгімелердің бәрі белгілі ғой. Ондағы жаяғы басы бар, аяғы жоқ, аяғы бар, басы жоқ, сондай бір ешқандай пайдасыз дүниелер, неше түрлі сорақылықтар. Кітап оқымаған, олар мысалы Абайды білмейтін жастар бізде көп, Мағжанды білмейтін жастар көп. Қалай енді Мағжанды білмеген жастар елін қалай сүйеді, еліне қалай адал қызмет етеді, болашаққа қалай сеніммен қадам басады, осындай. Мен енді уақытқа байланысты көп мәселені бұлай тарқатып айтпай отырмын. Негізінде бұл арада айтатын әңгіме өте көп, негізі. Біз бұл мәселені қолға алуымыз керек. Біз жастарды, мен бірақ ойлаймын, бұл мәселені бұлай бір осыған ықпал етудің өзі тетіктері біздің қолымызда жоқ. Қиындық, жастар бізде қазір, мысалы менің өткенді аңсағандық емес, біздің замандағы жастар мен қазіргі жастарды салыстырсаңыз, арасы жер мен көктей. Жер мен көктей дегенде ана сол кездегі жастар төменде қалып қойған жоқ, олар әлі де жоғары тұр. Сана сезімі жағынан, түсінігі жағынан, білімге құлшынысы жағынан. Қазіргі жастар бір әсіре қылықтарға бейім, сол алды-артын ойламайтын, кәдімгі мына ішкі мәдениеті төмен жастар көп. Неше түрлі сорақылықтарға барып жатқан, осының бәрі әрине бізді алдыңғы толқынды алаңдатады, ойлаймыз. Біздің жастарымыздың сана сезімі жоғары болса, жүрегі таза болса, ертең олар елімізге де адал қызмет етіп, елдің бір пайдасына жарайды ғой. Сол біз жастар бақытты өмір сүру үшін өздері сол бақыт өздерінің қолында екенін, өздерінің жүрегінде екенін түсінулері керек. Оның бәрі сол тәрбиемен келеді. Бізде тәрбие мәселесі қазір қалып қойды. Оған басшылар да мән беріп жатқан жоқ. Оған көп адамдар, ата-аналар енді айтады, кім баласының жақсы болғанын қаламайды. Айтады, түсіндіреді. Бірақ сол ата-аналардың өзі де кейде осы жағынан көп мәселеге өздері тереңдеп бойлап бара алмайды. Сондықтан енді осымен мен оны қысқа қайырайын, айта берсек әңгіме көп. Құрметті Жарасбай Қабдуллаұлы, бүгін біздің студиямызға келіп, өзіңіздің өмір баяныңызды айтып, ақыл кеңесіңізді бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен Парасат бағдарламасының бүгінгі шығарылма аяқталды. Келесі аптада дәл осы уақытта қайта жүздескенше қош айтысамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.